Қанат Байгенже. Тәңіршілдікпен таласқандарға ескерту. Қайталап айта бермесек, кейбір есаландар ұқпай жатыр. Тәңіршілдік ол қазақылық, ол дін де, дәстүр де, көзқарас та, ол біздің болмысымыз. Қазақылықты қазақтарға уағыздау керек, дәріптеу керек, қадірлеу керек. Шілдехана, бесік той, тұсау кесу, атқа мінгізу, тіл ашар, сырға тағу, сыбаға, домбыра, айтыс, жырау, толғау, күй, қобыз, қара жорға, қонақ кәдесі, құрақ көрпе, көкпар, бәйге, қыз қуу, құда болу, қыз ұзату, бет ашар, отқа май қою, көрімдік, сүйінші, көрісу, жанаса, қырқы, жылы, ас, аруақ, ораза, айт, тағысы тағы. Бұның барлығы тәңіршілдік. Қайсысынан бас тартасыз? Бүгін ислам осының барлығынан бас тартуды талап еткені тәңіршілдікпен таласқаны. Бұның барлығы тәңіршілдіктің ырым салттары. Бата жинау, көп тілесе орындалады деп қазақтар Тәңірден көп жағдайда нәсіпті солай тілеген. Ел болу солай жиналып араласудың арқасында орын алған. Сондай дәстүрлі тойлардың арқасында қазақтың салттары, тілі барлық жерде бірдей. Алыс беріс арқасында байлығы асай берген. Отырықшы елде бір ауыл басқа ауылдың тілін түсінбейді. Сондықтан оларды жаулап алу оңай болған. Қазақтарды ешкім ешқашан жаулап алған емес. Қазақтар өздері еліктеп, еріп, көп жерде алданып қалатын. Бүгінде көптеген қазақтар ислам уағыздаушыларына еріп, қазақылықты езіп тастағысы келеді. Бұл елдікке үлкен қауіп.